Қызымды тағы да алдап қашып баратқан жерімнен ұстап алса бола ма тағы да? Қызым ертең өскеннен кейін сәл жеңілдеу болатын шығар десем, қазір наоборот өскен сайын жылауық боп, жабысқақ боп, мен бір жаққа баратын болсам жабысып, жылап, мен де барам деп қоймайтын бопты ше. Үлкен балама магазинге апарып кеш деп коляскаға отырғызып жібердім да ары қарай машинамен қашып шығып кеттім. Бұл біздің 6 август күні жасаған заказымыз. Бүгін егіз балдардың, аян-саян деген балдардың шілдехана тойы. Шерқала деген кафенің төбесінде террасасында болады екен. Сондықтан мен тағы да барлық шарларымды оригинал фирмадан алдырттым. Одан кейін осындай 4 бұрышты 2,5-ға 3 баннер болады и жанына шар болады. Еще бұл жерде 2 стойка гүлмен болады. 2 бала болғаннан кейін 2 стойка қоямыз дедік. Мына жақта мен шарларын барлығын өрлеп, кәдімгі бір лентаға жинап жатқан кезде көмекшім баннерларын тартып, жазуларын жабыстырып, барлығын дайындап қойған екен. Осы жерде сіздерге бір хабарландыру айта кетейін. Мен мастер-класс ашып жатырмын. Мастер-класс ол курс емес. Мастер-класста 6 сабақ болады. Сіздерге осы шар бизнесі сіздерге тура келеді ма, келмейді ма, қолыңыздан келеді ма деген сияқты сұрақтарға жауап аласыздар, қолдарыңызды үйретіп көресіздер. Егер сіздікі болатын болса, ары қарай уже серьезный бизнес қылып айналысып кетуге болатындай возможность жасап отырмын. Мастер-класстың құны 5000 теңге. Мастер-классқа қатысып көріп, егер сіздікі болатын болса, қолыңыздан келеді деп ары қарай көзіңіз жеткен болса, ары қарай уже тереңірек оқып, біліп, бизнес қылып айналысып кетсеңіздер болады. Басында көп шығынсыз осылай көрсін деп жатырмын да сіздерді. Егер мастер-классқа қатысам дейтін болсаңыздар, қазір мына жерге WhatsApp и Каспи номерімді қалдырамын. Каспиге төлем жасап, чекті WhatsAppқа жіберсеңіздер, мен сіздерді сразу мастер-классқа қосамын. МКда сичащий шардың да сабағы бар. Сіздер парктерде сатылып жатқан сичащий шардың өзін жасап, күніне 10 мың 15 мың теңге табыс таба аласыздар. Бұл деген сіздерге күшті мүмкіндік. Бұл мүмкіндікті жіберіп алмай қатысып көріңіздер. Ал бүгінгі аян-саян деген егіз бүлдіршіндерге жасаған фотозонам қалай? Сіздерге ұнады ма? Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Братан, дамый бер деп лайк басып, комментарий жазып кетейін.